Сәлем достар, сіздермен бүгін мен шоколадты бисквиттің рецептімен бөлісетін боламын. Назарларыңыз экранда болсын. Ең алдымен мен көрсеткен қоспалардың барлығын бір ыдысымызға салып, барлығын жақсылап миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін ұнды 3 бөлікке салып, оны електен өткізетін боламыз. Бисквит жақсы әдемі көтерілу үшін және де какаоны да осы електің көмегімен өткізіп алып, ақырындап миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Қоспамызды жақсылап араластырып алғаннан кейін 20 диаметрі формамызға құйып, 180 градуста қызып тұрған пеште 50 минут бойы пісіріп алатын боламыз. Міне достар, біздің бисквитіміз осымен дайын. Формада суығанша толық күтеміз. Қыздар, дәл осы шоколадты бисквитті ортасынан екіге бөліп, торт істесеңіздер де болады, арасына крем жағып. Енді ол өз еркіңіз бойынша. Мен тек пирог күйінде қалдырдым. Мен тек осы бисквиттің үстіне шоколадты ганаш құйып, бетін жай ғана түрлі жидектермен әсемдеп қоя салдым. Өз қалауыңызша істесеңіз болады. Менімен бірге дайындағандарыңыз үшін көп-көп рахмет.